Ал енді бастайық. Бізге тура осындай екі түстен мата алдым. Өздеріңіз көргендей шашымен ақты араластырып тікемін, иә. Тура осындай ақ мата керек. Бұның өлшемі бізде дәл қазір 9-ға мінекей 9 сантиметр. Бұдан бізге 4 дана керек. Тура осылай етіп, мінекей. Қалған 3 данамызды да түгі жатып тұрған жағымен қойып қоямыз. Түгі жатып тұрған жағымен тура осылай етіп. Ал одан кейінгі келесі біздің керекті түсіміз, ол бізге жасыл матасы. Бұның өлшемі 8-ге 8 сантиметр. Демек, сіздерде 8-ге 8 4 дана алуларыңыз керек. Ал енді біз тіккен кезде гүлмен тігеміз деген едік. Ал гүлмен тіккен кезде бізде барлығын түгі бері қарап тұру керек, иә. Сондықтан біз бұны қайтарған кезде мінекей тура осылай түгі былайынан жатып тұр ғой. Көрініп тұр ма сіздерге? Тура осылай жатып тұрған жерінен аламыз да былайынан қыламыз. Диагоналінен алып тура осылай етіп енді былай қарай қайыруымыз керек. Тура осылай қайырамыз. Сонда көргендеріңізде былай қылсаң да бұны былай жасасаң мінекей түгі жатпай тұрды. Ал былайынан төмен қарай сипасаң тура сол кезде жатып тұр. Ал енді бұны тура осылай былайынан орналастыруымыз керек. Тура осылай етіп. Ал одан кейінгілерде тура солай етіп түгін диагоналынан бөліп, түгін ұштап, тура осылай қайырып бетіне қойып шығамыз. Мен дайындап алдым. Ендігі кезек шатасып кетпес үшін иінен қадап алуым керек. Мінекей көргендеріңіздей төбеден біткен кезде барлығының да түгі жатып тұр. Бұл жағынан қарасаң да, мына жағынан былайынан етсең де мінекей барлығының түгі жатып тұр. Ал енді осыларды ине арқылы қадап аламыз. Және қадап алған кезде біз тура осылай етіп, мына жеріне тігіс түсіріп, тура осылай етіп, ең алдымен бірінші мынау жасыл бөлшегімізді ақ матаның өзіне қондырып тігіп алуымыз керек. Мен қайсысы неге не алған шатасып кетпеу үшін көбінесе ине қараймын. Сіздер ине қадасаңыздар да, қадамасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ал енді осы немізді тігіп алайық. Мен өзім айтқандай тура солай етіп, ең алдымен матаның өзіне тура осы жұлдызшамыздың несін қондырып алдым. Яғни 3D құрағымыздың өзінің осындай гүлін қондырып алдым. Мінекей көргендеріңізде қойып, үстінен бастырып тігіп шықтым. Ендігі кезде қалғандарының барлығын тура солай етіп тігіп шығуымыз керек. Рет-ретмен алып, асықпай тігіп шығамыз. Ал мінекей төртеуі түгел дайын болды. Ендігі кезде бізде Ал мінекей ендігі кезде төбесімізге осы екі бөлікті бөліп алған едік. Енді осыларды қосып шығамыз. Ең алдымен мынау тұрған екі астындағы бөлікті, ал одан кейін үстіне тұрған екі бөлікті қосып тігіп шығуымыз керек. Ал мінекей біздің төбедегі бөліктеріміз де дайын болды. Мінекей тура осылай етіп, өзім айтқандай тігіп алдым. Ендігі кезек бізде ендігі кезек бізде мына үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігін біріктіріп шығуымыз керек. Тура осылай етіп қосып, кішкене қалыңдау болады, бірақ тіккен кезде осы жерден абайлап тігу керек. Ал енді біріктіріп шығайық. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің гүліміз де осымен дайын. Сіздерге бір айтатын кеңесім, тігетін кезде ең алдымен мына екеуін қосып алған бөлігіміз бар ғой. Соны қосып алып, мына екеуін екі төбедегі екі бөлікті қосып алдын сіздер бүйтулеріңіз керек негізі. Қалсың болады. Мінекей ойнамай тұр. Тігуден алдым, мысалға мына екеуін қосып алудан алдын ең алдымен сіздер мынаның өзін басып үтіктеп алуларыңыз керек. Және үтіктеген кезде бетінен емес, керісінше арқасына тура осылай қойып үтікпен басып шығуларыңыз керек. Өйткені мынау мата кішкене тіккен кезде көтеріліп тұрады да. Тіккен кезде машинкаңыздың екеуін қосқан кезде мысалға 4 қабат матаны тігендеп жатсыз да, сол кезде мынаны ине көтере алмай сынып кетуі мүмкін. Мысалға мынаны қараңыз, 4 қабатты машинка көтере алмай сынып кетуі мүмкін. Сондықтан соның алдын алу үшін ең алдымен бірінші тура осылай етіп, мына екі үлкен бөлікті қоспастан бұрын үтіктеп алыңыздар. Және екеуін қосып алғаннан кейін де тағы да арқасынан үтіктеп саласыздар. Сол кезде сіздерде тура осындай әп-әдемі 3D құрақ шығатын болады. Жалпы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға қоя беріңіздер. Ал енді бұл біздің құрағымыздың өлшемі 16-ға, жоқ 16,5 екен бұл. 16,5-ға 16,5. Сабақ сіздерге ұнаған болса, біздің каналға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз.